Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бауырсағымыздың құрамында ешқандай сүт, қаймақ жоқ, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі таза ыдысымызға бір бокал жылы суымызды қойып, үстінен 2 ас қасық қантымызды 1 шай қасық тұз салып араластыратын боламыз. Үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, 1 шай қасық ашытқы салып араластырамыз. Сонан соң үстіне алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бөліп салатын боламыз. Қасықтың көмегімен араластырып, сонан соң қолдарымызбен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың дайын болған кезде үстінен қалған сұйық майымызды құйып, июі қанғанша жақсылап илеп, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз 1 сағаттан кейін көтеріліп әдемі болып дайын болады. Енді оны ұн себе отырып, дөп-дөңгелек етіп жайып аламыз. Сонан соң бокалдың көмегімен дөңгелек пішіндерді кесіп аламыз. Тура видеодағыдай жасасаңыздар болады. Барлық бауырсақтарды кесіп алғаннан соң матаға жайғастырып, бетін жауып қоямыз. Қызып тұрған майда 2 беті қызарғанша бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Әрбір бауырсақты 2-3 секунд сайын тез-тез аударып алыңыздар, себебі қатты көтеріліп кетуі мүмкін. 2 беті қызарғанша майда пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осымен біздің бауырсағымыз дайын, құрамында ешқандай қаймақ, сүт жоқ. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.